Кенжеғұл Сатсалұлы, президент жанындағы халықтың әлеуметтік осал санатты ақықтары жөніндегі уәкілмін. Енді бүгін конституция туралы айтатын болсақ, бүгін 1 шілдеден бастап біздің жаңа конституция, халықтық конституция дейміз, күшіне енді мәжіліс депутаты ретінде Қазақстан Халық партиясында фракция депутаты болдым. Сол біз фракция атынан көптеген ұсыныстар бердік. Сол көптеген ұсыныстар күнінен жаңағы барлық ұлттық кітапханада, біздің ұлттық кітапханасының барлық жерлердің осыны жаңағы министрліктің жасау өте керемет дейді. Мен үшін бүгінгі шара өте керемет деп есептеймін. Себебі ұлттық кітапханада арнайы мүгедекті бір азаматтарға арналған конституцияның ұлттық кітапханада арнайы брайль тілімен жазылған конституцияның жаңағы тұсаукесері, екіншіден жаңағы оны осы өте керемет деп есептеймін. Себебі көптеген жаңағы көз көрмейтін азаматтар біздің елімізде 80 мыңнан асады. Олардың барлығына брайль тілі керек. Олардың барлығы ақпаратты брайль тіліне алады.